Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 6 сынып математикасының есебін шығаратын боламыз. 1261 есеп жүйені шешу керек. Так, біз көріп тұрмыз. Не көріп тұрмыз? Мына жақша бар екен көріп тұрамыз. Демек, бірінші не істейміз? Жақшаны ашып аламыз. Қарайық. Жақша тұрған кезде сыртындағы таңбаға мән береміз. Егер плюс таңбасы болса, жақшаның іші дәл солайынан ашылады, өзгеріссіз, яғни таңбаларының барлығы да өзгермей ашылады. Көшіріп жазамыз. Жай ғана жақшаны алпыстай қоямыз. Келесі, екіншісінде бізде жақшаның сыртында минус таңбасы тұр. Демек, минус таңбасы тұрса, жақшаның ішіндегі таңбалары қарама-қарсыға аударып кетеді. Яғни плюс 8х минус 8х болады, плюс y минус y болады, плюс 1 бізде минус 1 болады. Сонда жазамыз 5х плюс 7y минус 7 азайтылған 8х минус y минус 1 деп таңбаларымыз қарама-қарсыға ауысып кетеді. Енді бұл жерде мен көріп тұрмын. X пен x бар, y пен y бар және саным бар. Бұл жерде де x пен x бар, y пен y бар және сандарым бар. X пен x-ті қарай қосу ғой екеу. Плюс 2x пен 2x плюс x дейді. Демек қосамыз 3x болады. Так, минус 3y пен минус y дейді. Минус пен минус болса қосылады да сандарымыз, бірақ таңбамыз минус болады. Сонда минус 3y-ке y қоссақ 4y болады минус. Плюс 1 плюс 5 десе бізде қосылады да плюс 6 болады. Келесі 5х минус 8х десе бізде азайтылу орындалады да, бірақ үлкен санның таңбасына қараймыз, яғни үлкен санымыз бізде 8 болып тұр 5-ке қарағанда, және оның таңбасы минус болып тұр. Демек бізде жауабы минус 3х болады. 8-ден 5-ті азайтқанда 3 болады. Келесі плюс 7y минус y болса бізде азайту орындалады 6 болады, бірақ таңбамыз плюс болады, себебі 7 бізде үлкен сан, 7 бірден үлкен, яғни алдында таңбамыз плюс болып тұр. Демек бізде плюс 6y болады. Келесі минус 7 мен минус 1. Минус пен минус болса сандар қосылады, бірақ таңбамыз минус болады, яғни минус 8 болады. Қарайық, қосу тәсілімен орындау үшін бізде үстінде бір айнымалымыз, үстіндегі астындағы айнымалымыз бірдей болу керек те, бірақ таңбалар қарама-қарсы болу керек. Яғни 3х пен 3х бар, бірақ 3х біреуі минус 3х екен. Демек бізде қосу тәсілін орындасақ болады. 3х пен 3х-іміз жойып кетеді, 0 болып кетеді. Минус 4y плюс 6y болса, жазайын. Минус 4y плюс 6y плюс 6, плюс пен минус менде минусты береді, минус 8 болады. Сонда минус пен плюс болған кезде азайту орындалады, яғни 6-дан 4-ті азайтам 2y болады, және таңбаға қараймын. Үлкен санның таңбасы плюс болса плюс болады. 6 минус 8 болса тағы да бізде минус 2 шығады, себебі 8-дің алдында минус таңба, демек минуспен шығады. Енді бұл жерде 2y тең болады деймді, мына санды теңдеудің оң жағына жіберем. Минус 2 плюс 2 болып барады, 0-ге 2 қосса менде 2, және де 2 мен y көбейтіліп тұр, 2-ні теңдеудің оң жағына жіберсек бөлу болып барады, 2-ні бөлем 2-ге деген сөз. Яғни y-ім неге тең? 1-ге тең. Жазам, y-ті астына жазам, 1-ге тең. Енді x-ті табу үшін менде x-ің плюс барына, яғни плюс x-ім бар теңдеуге қоя қойайын. Осы теңдеуді таңдап алайын. 3x минус 4, y-дің орнына мен 1-ді қоям, көбейтілген 1, қосылған 6 тең болады 0. Так, 3x мынау бізде 4-ті береді, минус 4 пен плюс 6 бізде азайтылады 2 болады да, таңбамыз плюс болады, плюс 2 тең 0, y тең болады 1. Так, бұл жерде y-іміз 1-ге тең, ал x-іміз табу үшін 3x тең болады деймді, плюс 2-ні мұнда азайтып жіберем, 0-ден 2 азайтқанда минус 2 болады. Яғни минус 2 болып барады оған жаққа. Енді 3 пен x-іміз көбейтіліп тұр, демек x 3-імізді ар жаққа бөліп жібереміз. 2 бөлінген 3 болады. Y-іміз бізде 1-ге тең болады. Сонда жауабы минус 3-тен 2-де 1 болып тұрғаны. Келесі екінші теңдеуімізді қарайық. Екінші жүйемізді тағы да жақша.
қарайық, жақшаның сыртында плюс таңбасы тұр. Демек, осы жақша осылаймен ашыла береді, таңба өзгермейді. Астында жақшаны қарайық, сыртында плюс таңбасы, тағы да жақшамыз өзгеріссіз ашыла береді. Жазамыз 7х плюс 9y минус 14 плюс y минус 5х минус 11 плюс 3 тең болады 0. 11х плюс y минус 9 плюс 4y минус 9х минус 7 тең болады 0. Бұл жерде x-терімізді біріктіреміз. x пен x-міз бар. 7x минус 5x бізде 2x-ті береді. Так, y пен y-ті қосамыз. 9x-ге y қоссақ 10y болады. Және минус 14 пен минус 11 және плюс 3 бар. Так, минус 14-ке минус 11-ді қосқан кезде минус 25 болады да, плюс 3 болса, минус пен плюс болса бізде азайту орындалады. 25-тен 3-ті азайтсақ 22, бірақ минус 25 таңбамыз. Үлкен санның таңбасы минус болғандықтан минус 22 болады. Сонда келесі x пен 11x азайтылған 9x бізде 2x-ті береді. Және так, y плюс 4y-іміз менде плюс 5y-ті береді. Және минус 9 пен минус 7 менде минус 16-ны береді. Сонда қарайық. Енді мен қарайын. 2x пен 2x бар. Екеуі бірдей, бірақ таңбаларды бірдей болып тұр. Біреуі минус болу керек. Сол себептен де астыңғысын мен таңдап алып, минус 1-ге көбейте қояйын. Сонда үстіндегі теңдеуіміз жазыла береді, өзгеріссіз. Астында теңдеудің барлығының таңбасы минуске ауысып кетеді. Яғни минус 2x, минус 5y және плюс 16 болып қарама-қарсыға ауысады. Сонда енді осы кезде мен қосу тәсілін қолдана аламын. Бұл кезде 2x минус 2x жойылып кетеді. Так, плюс пен минус береді. 10y-тен 5y қалғанда 5y қалады. Плюс пен плюсті береді. Так, минус 22 плюс 16, минус пен плюс болса азайтылады. Үлкен санның таңбасы минус болғандықтан минус пен шығады. Сонда неше шығады? 6 шығады. Сонда y-іміз неге тең? 5y тең болады. Так, минус 6-ны теңдеудің оң жағына жіберем теңдіктің. Сонда 6 болып барады да, y тең болады. 6 бөлінген 5 болады. Яғни 1,2 болады. Сонда y-ің 1,2-ге тең болса, x-ті табуым керек. y-ің 1,2-ге тең. X-ті табу үшін мен үстіңгі теңдеуге таңдап алайын. 2x плюс 10 көбейтілген 1,2 дейм. Және минус 22. Сонда не шығады? 2x қосылған 10 мен 1,2 көбейткенде менде үтірім кетіп қалады да, 12-нің өзі шығады. Сонда, так, плюс пен минус болса бізде азайтылады да, таңбамыз, үлкен сан таңбасы минус болғандықтан минус пен шығады. 22-ден 12 азайтсақ 10 болады. Сонда 2x тең болады. Минус 10-ды теңдігінің оң жағына жіберсем, менде плюс 10 болып барады. Сонда 2 мен x-іміз көбейтіліп тұр. 2-ні теңдіктің оң жағына жіберсем, бөлу болып барады да, 10-ды 2-ге бөлсем, менде 5-ге тең болады да, y-ің 1,2-ге тең. Жазам. Бірінші x жазам, екінші y жазам. 5 пен 1,2 шығады.